Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Жанар Амриянова. Мен осы Веда компаниясының борт директорымын. Маған күнделікті ұсыныстар келіп жатыр. Осы Веда компаниясы маркетингі туралы ана тілімізде айтып беріңізші деп. Сондықтан да бүгін сіздерге маркетингті өзіміздің қазақ тілінде айтқым келіп тұр. Веда компаниясы бүгінгі күнде бұл халықаралық денсаулық сақтау және өркендеу қауымдастығы. Бұл компанияның негізі қалағанына осы биыл 2026 жылы 10 тамызда тек қана 4 жыл болады. Компания заводтары бар, өзінің өндірістері бар. Қытай елінің Тяньзин қаласында заводтары бар. Осы компанияға мен келгеніме ақпан айында 4 жыл ғана болады. Өз көзіммен осы заводтарға бардым, көрдім, қандай керемет денсаулыққа арналған приборлар бар, қандай керемет тауарлар бар. Енді тауарларды айтайын десем, ол бөлек сабақ болады деп ойлап тұрмын. Былай қарасаңыздар, бұнда әйел гигиенасы бар, денсаулық жақсартуға арналған товарлар бар, косметика бар, бады бар, 75-тен аса продукция бар. Мен сіздерге осы Веда компаниясында қалай ақша табу мүмкіндігі туралы айтып жіберейін. Әрине, Веда компаниясына сіз серіктес болып кіре аласыз. Серіктес болып кіру үшін сізге мен қазір 3 пакет туралы айтайын. Бірінші пакет бізде старт пакеті. Старт пакеті, екінші пакет бізде стандарт пакет. И үшінші пакетіміз бізде премиум. Яғни бұл пакеттерге сіз қалай кіре аласыз? Мен жаңағыны айтып кеттім, бізде 75-тен аса товар бар, соларды сіз өзіңізге таңдайсыз. Яғни, егер сіз 250 PV-ға кірсеңіз, яғни сіз онда старт пакетке кірді деп айта аламыз. Ал егер стандарт пакетке сіз 500 PV-ге кіресіз, и премиум пакетке сіз 2000 PV-ге кіресіз. Яғни, сіз серіктес болып кірдіңіз делік, старт пакетіне 250 PV-ға кіресіз, стандарт пакетке 500 PV-ға кіресіз, және де премиум пакетке 2000 PV-ға кіресіз. Осыған сіз тауарды аласыз. Біздің Веда компания халықаралық қауымдастық болғандықтан, біздің компанияның өзінің валютасы бар дейміз, валюта бізде доллар есебінде саналынады. Сондықтан да бізде мына жерде бәрі де доллармен аласыз. Партнер болдыңыз, осы пакеттер таңдадыңыз. Бірақ мынау 250 PV-ға кірдіңіз, немесе 500 PV-ға кірдіңіз, немесе 2000 PV-ға кірді делік. Сіз осы балдарыңыз товар алдыңыз, бірақ бұл балдар ешқайға кетпейді. Олардың бәрі мына жерде біздің компанияның кэшбэгінде сақталады. Кэшбэк дегеніміз не? Кэшбэк дегеніміз бұл сіздің тауарлық бонусыңыз. Яғни, сіз 250 PV-ға товар алсаңыз, осы жерде 250 PV-ға кэшбэк пайда болады. 500-ге кірсеңіз 500 PV-ға пайда болады кэшбэк, және 2000 PV-ға 2000 PV кэшбэк пайда болады. Кэшбэк арқылы сіз әрбір тауарды өзінің жеңілдігімен аласыз. Сондықтан да біздің компанияның мынандай керемет мүмкіншілігі бар дейміз, Неге десеңіздер, сізде 10-нан 50% осындай жеңілдік әрбір продукцияға аласыз. Оның бәрі біздің прайс қағазымызда жазылған. Сіздерге айтқандай, прайс қағазымыз міне мынау осы. Осында біздің 70-тен аса тауарларымыздың мына жерде атауы жазылған. Мына жерде қанша PV береді, және қанша құны тұрады. Сондықтан осындай прайссыз әрбір серіктестікке осындай біздің каталогты біз әрине береміз. Енді қараңыз, мына жерде сізде мынандай керемет жеңілдікпен товарларды аласыз біздің компанияда. Яғни әлемаралық қауымдастық болғандықтан біздің компанияда мынандай керемет бір бонустың түрі бар. Оны біздер шагомер дейміз, яғни сіз күніне 10 мың шақ жүрсеңіз, сізге әрқашанда осы кэшбэкке мына жерге $10 түсіп отырады. Яғни, сіз компанияға келгеннен кейін, сіздің телефоныңызда мынандай керемет айтамыз, личный кабинет ашылады дейміз мынандай. Қараңыз. Мындай личный кабинет ашылады. Осы кабинетте бәрі де жазылған. Бұнда каталог та бар. Бұнда мына жерде күніне, міне мен
1800 ғана шаг жүрдім, яғни 10.000 шаг жүргенде ол $10 маған әр сайын түсіп отырады. Бізде компанияда өте көп бонустың түрлері бар. Мен сіздерге қазір осы бонустардың ең маңызды 3 бонус туралы айтып жүрейін. Ең бірінші бонус бізде степ бонусы деп аталады. Степ деген негізінде ағылшыннан аударсақ, ол степ дегеніміз жүру. Сондықтан да мынау сіз тұрсыз қазір. Сіз өзіңізге жаңағы стандарт пакетін алдыңыз, стандарт пакет 500 PV-ға кірдік дейік. 500 PV-ге кірдіңіз. Бұл біздің степ бонусында негізі біздер білеміз, осы бонустың өте көп түрлері бар. Бинар дейміз, классика дейміз, unilevel дейміз. Сондықтан да біздің компания осының түрлерінің бәрі бар. Мынау степ бонусында бұл бинарлық түрі. Яғни бинар дегеніміз не? Мына жерге сіздің екі жағыңыз бар. Сіздің мына жағыңызда оң жағыңыз бар, мына жағыңызда сол жағыңыз бар. Осы екі жағыңызға, мына жерде сіз мына жағыңызға бір адам шақырасыз, мына жағыңызға тағы да бір адам шақырасыз. Ол адам 500-ге кірді делік, мына жерге тағы да бір адам 500-ге кірді. Өздеріне товар алды, серіктес болды. Әрі қарай бұл адам тағы да бір адамды шақырды, бұл адам тағы да бір адамды шақырды. Осылай сіздің екі жартыңыз осылай өсе береді. И өскен сайын сіз мынандай керемет екі тепе-тең болғанда сіз өзіңіздің степ бонусын алып отырасыз. Ол қалай негізі болады? Мына қараңыз, мына жерде сіз бірінші тұрғыда тұрсыз. Мына жерде екінші дейік, уровень дейміз ғой, мына жерде үшінші уровень дейікші, Енді қараңыз, мына жерге 500 кірді, 500 кірді. Мына оң жағыңыз бен сол жағыңыз бір-бірімен осылай қосылады. Мына жақта тоже оң жағыңыз, сол жағыңыз бір-бір жағына қосылады. Тағы да осылай айтады ғой. Негізі, мынау желілік жүйеде бұны біздер екі аяқ деп айтамыз. Мынау екі аяғыңыздағы тұрғылар бір-бірімен қосыла береді. Сондықтан да егер оң жағыңыз бен сол жағыңыз бір-бірімен тепе-тең қосылса, сіз мына жерден степ алып отырасыз. Егер 500 бен 500 қосылса, яғни сіз $250 өзіңізге аласыз. Күнделікті, сол кезде, сол минутта, сол секундта. Яғни қараңыз, компания, Веда компаниясы сізге осы степ бонусында 50% осындай бонус беріп отыр. Ал егер мына жағыңызға сізге біреу 250-ге кіреді, біреу 250-ге кірсе, онда сіз мынаны жартысын аласыз, яғни $125 аласыз. Ал егер біреу 500-ге кіреді, біреу 250-ге кірсе, онда аз жағынан саналады. Яғни мына жерде сіз тағы да $125 аласыз. Әрдайым осындай сізге бонус түсіп отырады. Мына жерден 50% алып отырасың. Бірақ тағы да бір сіздерге айтып кетейін дегенім, мынау $50, $25, бұлар біздің жаңағы мен айтып кеткен кэшбекке түсіп отырады. Сіз таза $200 аласыз. Яғни, тағы да айтып жүрейін. Степ дегеніміз не? Степ дегеніміз сіздің мынау екі жағыңыздағы кірген серіктестеріңізден сіз тепе-тең бонустан алып отырасыз 50%-ті күнделікті. Екінші бонусымыздың түрі, бұл бонусымыз бізде бинар деп аталады. Бинар бонусы дегеніміз не? Сіздерге қазір ол туралы түсіндіріп жіберейін. Яғни, мына қараңыз, сіз мына жерде тұрсыз. Бұл жерде сіздің жаңағы оң жағыңыз, сол жағыңыз өсіп, сіз жаңағы стептарыңызды алып жатырсыз, Бағана мен түсіндіріп айтып кеткен, міне, стептарыңыз сізге түсіп жатыр. Ал енді бинар дегеніміз не? Мына қараңыз, мен өзім осылайына әрқашанда түсіндіремін. Мынау жерге сіздің құрбыңыз келді, мына жерге сіздің досыңыз келді, мына жерге қызыңыз келді, ұлыңыз келді дейік, Бұл адамдары бар тағы да. Енді мына жерге келген құрбыңыз, ол өзінің адамын мына жерге шақырады да, өзіне степ алады. Неге десеңіз, әрбір партнердің өзінің екі ғана партнері бар. Бұл степ алды дейік, бұл степ алды, Мына жақтан да өсіп адамдар осындай өздерінің
аяқтарын өсіріп жатыр. Енді бұл сіздің оң аяғыңыз, мына жақтан сол аяқтан да адамдар жүріп жатыр. Мына жерге де адамдар кіріп жатыр, былайына қарасаңыздар. Өздерінің степ-терналы өсіп жатыр дейікші. Мына жақтан да өсіп жатыр. Енді бұл жақта біз қалай санаймыз бинарды? Бинар дегеніміз былай қарасаңыздар, қараңыздар. Мына жақта қанша PV бар деп санайық. Мына жақтан 500-ге кірдік деп санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жақта 10 адам тұр. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да қосайын да, мына жерде 11, 12 дейікші. Мына жақта 12 адам. Енді қараңыз, бұл жақта 10 адам тұрған жағыңыз сіздің аз жағыңыз болып саналынады. Былай айтқанда, малая ножка дейміз ғой, Енді мына жерге 11-ші адам кірсе, сіз 11-ші адамнан мына жерде бинар алып отырасыз. Бинарды компания сізге 10% береді. Яғни, мен сіздерге түсіндіріп айтайын. 11-ші адам 500-ге кірсе, 500-ден 10%-іңіз қанша? $50. Осы $50 сіз аласыз. 12-ші адам кірді делік, 12-ші адам 250-ге кірсе, одан сіз $25 аласыз. Яғни, бинарды сіздің аз жағынан әрқашанда 10% алып отырасыз. Бұл бізде бинарлық бонус дейді. Ал егер, енді мынандай тағы да бір жағдай болады, мына жағыңызда сізде уже 20 адам, мына жағыңызда егер осылай 12 адам болып тұра берсе, онда мынау сол жағыңыз сіздің аз жағыңыз деп саналады. Әрқашанда сіз бинарды аз жағыңыздан алып отырасыз 10%. Осы бізде бинарлық бонус. Бинарлық бонусты айтқанда сіз түсінуіңіз керек. Сол жағыңызда, оң жағыңызда әрқашанда өзгеріп отырады. Сондықтан біз айтамыз, бұл жүйелік маркетингте әрқашанда баланс болу керек. Сондықтан да осылай әрқашан сіздің астыңыздағы серіктестер өскендіктен сіз бинар алып отырасыз. Енді мен сіздерге осы Веда компаниясының керемет 3-ші бонус туралы айтқым келеді. Оны былай айтқанда біз айтамыз, повторный покупки дейміз, немесе қайтадан сатып алу бонусы. Бұны біз қалай осы бонус арқылы ақша табамыз, сол туралы сіздерге айтып жіберейін. Мен жаңа айтып жібердім, степ бинар бонусында мерзім деген жоқ, ал мынау повторный покупки бонусында, яғни қайтадан сатып алуда бізде мерзім бар. Яғни әрбір айдың 29-мен басталады, например, былай қарасаңыздар, 29-шы қаңтарда басталды дейікші айды, 28-ші ақпанда осы айымыз бітеді. Осы айдың арасындағы бонустар саналады. Яғни біз бұны қалай табамыз бұл ақшаны, мына жерде сіз тұрсыз, сіз былай дейік, 500 PV-да тұрсыз солайны. Мына жерге сіздің астыңыздағы адамдарыңыз, енді былай қарасаңыздар, сіздің досыңыз алады да өзіне очкиге заказ береді. Мына жақтан біреу өзіне стелька алады, мына жақтан біреу өзіне зубная паста алады, біреу мына жақтан кофе алады, біреу мына жақтан очки тағы да алады. Неге десеңіздер, бұл адамдар осы біздің бизнестағы бонустардың бәрін біледі, түсінеді. Яғни, бұлар еще жеңілдікті жақсы біледі. Мен бана айтып едім, 10-нан 50-ге дейін процент сізде мынау прайс арқылы жеңілдік пайда болады. Сондықтан да осы адамдар, сіздің астыңыздағы адамдар, осындай тапсырыстар жасағандықтан сіз ай сайын 29 күні сізге мынау бонус түсіп отырады. Біздер айтамыз, бұл повторный бонустан сізге ай сайын 5% түсіп отырады. Осы адамдар жасаған тапсырыстарынан сіз ай сайын 5% алып отырасыз. Бұл бонусында өзінің ерекшеліктері бар. Сол ерекшеліктер туралы сіздерге түсіндіріп айтайын. Енді былай қарасаңыздар, біз бана айтып кеттік, старт пакет бар, стандарт пакет бар, премиум пакет бар деп. Осы 250-ге кірген адамдар, старт пакет, бұл адамдар осы қайтадан сатып алудан тек қана 3 ұрпаққа дейін табыс таба алады. 3 ұрпаққа дейін. Яғни, міне мынау досыңыз егер очки берсе, бұл адамның тапсырысы 1-ші ұрпақ, одан кейін мынау 2-ші адам, например, өзіне кофе заказ берді. Бұл 2-ші ұрпақ, ал мынау адам ештеңе заказ бермеді. Мынау адам, например, өзіне прокладка алды дейікші. Осы 3 буыннан сізге 5% түсіп отырады ай сайын, егер сіз старт пакетінде болсаңыз. Ал егер сіз 500 PV-де тұрсаңыз, 500 пакеттік стандартта, онда сіз
6 ұрпаққа дейін пайда таба аласыз. Яғни, манағы 3 адам саналады сізге. Тағы да бұл адамның астындағы адамдар, например, мынау адам өзіне спирулина заказ берді, біреу косметика берді. Осылайынан адамдар өскен 6 ұрпаққа дейін саналады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 ұрпақ. 6 ұрпақтан сізге 5% түсіп отырады ай сайын. Ал егер мынау адамдар заказ бермесе, тапсырыстар бермесе, онда ол адамдар саналмайды. Сонысымен біздің компания ерекшеленеді. Ал неге біздер премиум пакет күшті ыңғайлы дейміз? Неге десеңіздер, премиум пакетте сіз 9-шы ұрпаққа дейін пайда табасыз. Осы, яғни старт пакетінде сіз 3-ші ұрпаққа дейін, стандарт пакетінде 6-шы ұрпаққа дейін, ал премиум пакетінде 9-шы ұрпаққа дейін ай сайын 5% алып отырасыз. Ол керемет, сондай бір бонусымыздың бір түрі. Сондықтан мен әрқашан айтам, сіздің бірінші линияңыз көп болса, сізге өте көп сондай повторный мындай покупкадан жақсы бонустар түсіп отырады. Және де біздің маркетингтің бір ерекшелігі, бұл бонустарды алу үшін сіз егер 250 пакетінде тұрсаңыз, және де 500 пакетте тұрсаңыз, онда сіз ай сайын өзіңіздің кабинетіңізге 30 PV-ге заказ ұруыңыз керек. Сонда ғана сізге 5% түсіп отырады. Ал егер сіз бұны ұмытып кетсеңіз, немесе ұрмасаңыз, онда ол мүмкіндіктен сіз құр қаласыз деген сөз. Ал 2000-ші пакет, онда активация, бұл бонусты алу үшін мұнда активация жасау керек емес. Түсінікті ғой, неге тағы да айтып жіберейін. Степ бинар бонустарында сізде ешқандай активация жоқ, ал қайтадан сатып алудан 5% ақшаны табу үшін сіз, егер сіз 250 PV немесе 500 PV-де болсаңыз, ай сайын 30 PV-ға өзіңізге тапсырыс беруіңіз керек. 30 PV дегеніміз, былай қарасаңыз, теңгемен қарағанда 15-16 мың теңгенің маңайында деп айтайық. Яғни, сіз өзіңізге зубный паста аласыз, күнделікті қолдануға шай аласыз, кофе аласыз, все осы активация болады. Жаңа мен айтып кеткендей, керемет бір біздің осындай мүмкіншілігіміз бар. Бұл алтын үш бұрыш деп айтамыз. Ол қалай? Бұл алтын үш бұрышты сіз жасаңыз, бас кезіңізде жасасаңыз, өте керемет. Неге десеңіздер, мен де кезінде осы бизнесқа шақырғанда, менің көшбасшыларыма мың рахмет. Олар маған айтты, сен өзіне алтын үш бұрыш алып ал дегенде алып алдым. Енді соның арқасында қазір керемет деген бонустар ай сайын тауып отырмын. Осы туралы айтып жіберейін. Яғни міне, сіз, мына жерде сіз. Яғни, мен өзім туралы айтайын, Жанара 1, Жанара 2, мына жерде Жанара 3. Осы үш бұрышқа мен өзім алтын үш бұрыш деймін, золотой треугольник дегенде, біздің маркетингте. Осы үш бұрышқа мен өзім үш аккаунтты негізі 500 болып кірдім кезінде. Бұл аккаунтқа мен активатор клеток алдым, мынаған мен сауын алдым, мына жерге мен өзіме тағы да басқа тауарларды алдым. Енді бұл бизнес тұрғыдан негізі дұрыс бағыт деп ойлаймын. Осы кірдімді, қалған адамдарымды мен команданы, жаңа өзім бірінші линияларымды алдында мынау Жанарын 2-нің астына жаза бастадым. Бұның астында да осындай стептер кетті дейік, бинарлар кетті. Және Жанары 3-нің астына тоже адамдарын жаздым осылайынан. И осылай бонустар түсе берді. Яғни, мына жерде сіз 3-тікпен кіргенде, сразу же степ бонусын аласыз. Яғни, 50% мына жерден өзіме алып алдым. Сондықтан келесіде уже мынау адамдардың қосылғанына мен степ алып отырдым. Әр күн сайын бинар алып отырдым. Ал бұл, жаңағы мен айтып кеткен қайтадан сатып алуда қалай маған көмектесті осы алтын үш бұрыш дейміз, Яғни, мынау оң жағым, мынау сол жағым, сол жағым. Осы мына жағымдағы жасаған бонустар бар ғой, әрбір адамнан түскен бонустарымнан 5%, мынау ең бірінші Жанара 2 5% алып отырады. Ал мынау сол жағымдағы жасаған бонустардан, мен мына жер адамдар өздерінің заказдарын беріп жатыр ғой, ұрып жатыр дейік, бұдан Жанара 3 5% алады.
қояйын, 5% алады. Ал мынау негізгі Жанара, ол мынау Жанара 2 мен Жанара 3-ке түскен 5%-тен жоғарыдан өзінің процентін алып отырады. Сонда Жанара үлкен 15% алып отыр. Түсінікті ғой, бір қарасаңыздар, осы жасалған үштіктен мен 3 рет ақша тауып отырмын 3 кабинеттен, ай сайын. Осындай мүмкіндіктен құр қалып қоймаңыздар. Ең басында бизнеске сізді шақырған сіздің көшбасшыңызға, сіздің шақырған адамыңызға айтыңыз, осы не ол алтын үшбұрыш, не үшін ол керек десеңіз, ол адамдар сізге осындай ерекшеліктер туралы айтады. Және де бұл кабинеттер сізге күн сайын степ бонусын береді, бинар бонусын береді. Ай сайын повторный покупки дейміз, қайтадан сатып алу бонусын береді. И мына жақта солай береді. Степ, бинар, повторный покупки. И мынау солай табады. Түсінікті ғой, сонда сіз 3 кабинеттен күнделікті табыс табасыз. Осындай алтын 3 бұрышты біз әрбір өзіміздің партнерімізға дұрыстап түсіндіріп айтамыз. Неге десеңіздер, енді сіз білесіздер ғой, әрбір бизнесті адам бастағанда біз білеміз, ақшаның заңдылығы бар. Осы ақшаның заңдылығын бұзбайық, сондықтан да өзіміздің көшбасшыларымызды дұрыстап тыңдап, осындай 3 бұрышпен жұмыс жасайық. Яғни еще болашақта бұл кабинеттер сізге квалификациялар жасайды, жаңағыдай лидерский бонустар алып отырасыз. 3 кабинеттен мен компанияның саяхатына осында түскен турфондтардан ақшамен барып отырмын. Мынау жерде қызым барады, мен өзім барамын деген сөз ғой. 3 кабинеттен 3 турфонд түсіп отырады. Ал енді мен келесі сіздерге бонустар туралы айтайын. Бұл квалификациялық бонустар деп аталады. Шаршаған жоқсыздар ма? Бұл дегеніміз не? Яғни біздің компанияда, мен бана айтып кеттім, біздің мерзім 29 мен 28 аралығында әрбір айдың саналады деп айттым. Осы айдың кезінде бұл негізі квалификация дегеніміз не? Квалификация дегеніміз бұл осы компанияда сіздер статустар жабасыздар, ол квалификациялық бонустар дейміз. Яғни бұл бонустарды дұрыстап білу керек, дұрыстап санау керек деп дұрыстап түсіндіріп айтайын сіздерге. Яғни мынау сіз, бұна классика, бана бинар, степ, повторный покупкада бұлар бізде бинар болса, бұл классика. Яғни мынау сізделік, сіздің мынау адамдарыңыз бар, бірінші линия дегеніміз не? Негіз бірінші линия дегеніміз сіздің атыңызға келген бірінші адамыңыз. Яғни бірінші линияда адам көп болса, бұл сізде бонустарыңыз да көп болады, статустарыңыз да көп болады, саяхат көп болады. Сондықтан да жүйелік маркетинг ең бір керемет құпиясы ол көп. Бірінші линия болса көп, яғни сіз жетістікке жетесіз деген сөз. Мына жерде бірінші адамыңыз дейік, мына жерде, например, подругаңыз тұр, мына жерде досыңыз тұр, мына жерде мамаңыз тұр, мына жерде қызыңыз тұр дейік, мына жерде одноклассница, однокурсница деп айта берейік, бірақ бұл адамдар маркетинг бойынша былайынан тұр. Помните, мен сіздерге айтып едім ғой, мына жерде мына бинар арқылы осылайынан тұр бұл адамдар. Сразу көрсетіп жіберейін. Оң жағыңыз, сол жағыңыз, былайынан тұр. Мына жерде, например, подругаңыз тұр, мына жерде одноклассница, мына жерде досыңыз тұр дейік, сіз осылайынан адамдарды қойып шықтыңыз. Яғни сіз түсінуіңіз керек. Мынау ең бірінші квалификация бізде директор статусын жапқан адамдар кімдер олар? Яғни бұл адамдар мынау мерзім туралы біледі. 29 мен 28 аралығында ғана балдар есептеледі. Яғни сіз мына жерде тұрсыз, мына жердегі подругаңыз сіздің ең жақсы жұмыс жасайтын деп айтайық, жақсы PV беретін бір жағыңыз болсыншы, осы сіздің подругаңыз, дос қызыңыз өзінің командасымен бірге, мынау командасымен бірге сізге бір айда 5000 PV береді. Бұл подругаңыздың бүкіл астындағы адамдармен 5000 PV береді, сіздің жағыңыз. Ал қалғандары, например, досыңыз сізге 500 PV, мынау сізге 2000 PV, мынау, например, қызыңыз сізге 1000 PV берді дейік, одноклассницаңыз 2000 берді, осылайынан санағанда, мынаның бәрі қосылып сізге 5000 PV беріп тұр. Сонда
бірақ бұл адамдар мына жақта тұр, мына жақта тұр, мына жақта тұр. Сіз степ бинар повторный покупка бонустарын алып отырасыз да, және де мынау директор статусын жабасыз бір айда. Яғни директор статусын жабу дегенімізде, яғни бір адам сізге 5000 PV береді, және де келесі адамдар сізге 5000 PV береді екінші жағыңызда. Сонда сіз директор статусын жауып тұрсыз. Директор статусы сізге не береді? Директор статусы сізге қызыл, айтамыз ғой, мынандай керемет, әдемі дорожкаға шығасыз, өзіңіз признанияңызды аласыз, қаншама адамдар сізге құттықтайды, гүл шоқтарын береді, және де компаниядан сіз сыйақы аласыз, $100 саяхатқа түседі ай сайын. И директорский бонусты алғанда сіз степ, бинар, повторный покупкалың бонустарын автоматты түрде аласыздар. Екінші бізде квалификация бұл региональный директор. Региональный директор дегеніміз, яғни жаңағыдағы бір сіздің сондай бір қатты сильный дейміз ғой, бір подругаңыз дейік, сізге 10.000 береді PV. Ал қалған басқа адамдар сізге тағы да 10.000 PV береді бір айда. Сонда сіз региональный директор статусын жауып тұрсыз. Региональный директорге сізге тағы да мынау компаниядан біздің сыйақы түседі, тағы да $100 сізге саяхатқа түседі. Және де үшінші бізде квалификация бұл национальный директор, ұлттық директор. Жаңағы тағы сіздің бір үлкен, сондай мықты лидеріңіз сізге 30.000 береді PV. И қалғандары сізге тоже 30.000 PV берді. Сонда сіз национальный директор статусын жауып тұрсыз. Национальный директор это уже, айтамыз ғой, бұл уже жоғарыдағы керемет лидерлар. Региональный директор бірақ национальныйға сізге компания бір айда $500 сыйақы береді сізге. Және де сіз $100 да аласыз, $100 да аласыз. $500 да аласыз. Төртіншісі бізде статус интернациональный, интернациональный. Бұнда сізге бір жаңағы мықты лидерін сізге 50.000 PV береді. Және де тағы да 50.000 PV береді басқа сіздердің жақтарыңыз, басқа лидерларыңыз. Сонда сіз интернациональный директор жауып тұрсыз бір айда. Осыдан кейін бізде континентальный директор бар, олардың бонустары туралы бөлек айтам. Континентальный директор, яғни 100.000 бір мықты лидер береді, и 100.000 PV-ді басқа мықты лидерлар береді. Сонда континентальный директор сіз жауып тұрсыз. И алтыншы бізде үлкен бір лидерлардың бірі World директор, World бұл әлемдік директор. Мен сіздерге бас иемін, әлемдік директормын. Яғни мен World болу үшін өзім командамен үлкен бір 200.000 PV-ді мен Аршан деген керемет бір мықты лидер берді, қалған басқа лидерлар маған 200.000 PV берді бір айда. Сонда бұл лидерлар, World, континентальный, интернациональныйлар не алып отыр деген сұрақ бар, ол туралы қазір мен сіздерге айтайын. Міне қараңыздар, біздің компанияда лидерлік бонус бар. Лидерлік бонус деген лидерлік пул дейміз. Яғни біздің компания, біздің веда компаниямыз 19 ел мемлекетте ашылған. Официальный, ал 37 ел мемлекетте бар дейді. Осы 19 ел мемлекетте әрбір ай сайын 29 мен 28 аралығында, бұл енді жаңа компания болғандықтан, бұлай санағия $10 миллион компания жасап отыр бүкіл партнерларымен бірге. Міне, $10 миллион. Осы $10 миллион 1% бұл осы лидерлік пул дейміз. Осы 1%-тен сіздер қанша түседі деп ойлайсыз? $100.000, 1%, $100.000. Осы $100.000-ды интернациональный директорге бөледі, $100.000-ды континентальныйларға бөледі, $100.000-ды World директорларға бөледі. Қалай бөлінеді? Негізі осы әлемде егер
50 интернациональный директор болды дейші, осы 50 адамға 100 мыңды бөледі. Ал егер континентальный 25 болса, 25 адам осы 100 мың долларды бөліп алады. Ал Word директорлар егер 20 болса, 20 Word директор жаңағы 100 мыңды бөліп алады дейік. Түсінікті ғой, иә? Осылай әр ай сайын мында лидерлік пул түсіп отырады әрбір лидерге. Миллион доллардан 1%-ін лидерлар бөліп алады дейік. Осы 10 миллионның бізде примерно 4 миллион доллары повторный покупки дейміз, қайтадан сатып алу. Осы 4 миллион доллардан еще бөлек тағы да ақша түсіп отырады. Бұдан 4 миллион жаңағы повторный покупкадан қайтадан национальный директорлерге түседі 1%, мына жердегі интернациональныйларға түседі, континентальныйға түседі, Worldқа түседі. Қаншама бонус, Сондықтан да мына қараңыздар, егер сіз Word директор статусын жапсаңыз, ай сайын сізге лидерлік пулдардан 3% түсіп отырады, қайтадан сатып алудан 4% түсіп отырады. Және де Word директор не алады? Ол ай сайын 500 доллар национальный алып отырады, 100 доллар саяхатқа автоматты түрде түсіп отырады. Осы керемет бонустардың арқасында қаншама біздің партнерлар ақша тауып жатыр. Өздеріне жаңа пәтер, жаңа көлік алып, қаншама ел мемлекетті көріп саяхат алып жатыр. Саяхатқа барып, қаншама рахметтер алып жатырмыз. Және де осы маркетинг бойынша бізде тағы да екі үлкен бір статустарымыз бар. Ол яғни Global директор дейміз, және де амбассадор. Біздің компанияда біздің жоғарыдағы лидерларымыз, өзінің көшбасшыларымыз, Андрей Бобрышев біздің компания бірінші амбассадоры, және глобал директорларымыз бізде Игнор мырза бар, Евгений Дымочек және Лилияна Золотых, осы Ресейдің үлкен топ лидерлары. Осы адамдар қалай бұл жетістікке жеттік десеңіздер, маркетинг бойынша глобал болу үшін, білеміз ғой, бинар деп айтып жатырмыз ғой, 10 миллион доллар товарооборотта сізге бір мықты лидер береді, және де 10 миллион товарооборотта сізге басқа товарооборот беретін адамдар береді, лидерлар. Сонда сіз глобал директорлығын жабасыз. Ал амбассадор дегеніміз, яғни бір жағыңыздан сізде бір глобал болу керек, келесі екінші жақтан тоже глобал болу керек. Сонда сіз амбассадор жабасыз. Бұл адамдар енді былай қараса не алады? Бұл адамдар бүкіл әлемдік товарообороттан 0,5% дейміз, 0,5% әлемдік деңгейдегі лидерлік бонус алады. Біз егер айтсақ, миллион долларды, осы миллион долларды біздің лидерларымыз алып отыр. Енді біздің бәріміз қойған мақсатымыз осы ала жазса, осы компаниясын, Веда компаниясын үлкен бір амбассадор болсақ деп армандаймыз. Армандар орындалуға тиісті, армандарға бірге жетейік. Барыңызға мың рахмет.